Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Past Continuous. Past Continuous атауы айтып тұрғандай созылмалы өткен шақ. Яғни өткен шақта созылмай аяқталған іс-әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау барысында біз аталған шақта сөйлейміз. Ал оның жасалу жолы мұндағы subject ол бастауыш, қасына to be етістігі және оның қасына ing жалғауы жалғанған кез келген етістік қолданылады. Мұндағы to be етістігінің осы шақтағы формалары am, is, are болатын болса, өткен шақтағы формалары was, were болып өзгереді. Демек, to be етістігінің өткен шақтағы формалары тек екеу ғана. Олар was және were. Мысалға, I was writing. Мен жазып отырған едім. Бұл сөйлемде біз өткен шақтағы іс-әрекетті сипаттап тұрмыз. Яғни, ол жердегі was, ол am етістігінің өткен шақтағы формасы және write негізгі етістік, оған ing жалғауы жалғанып тұр. Ал past continuous шақ жақтарға қарай to be етістігінің заңдылықтарына сәйкес өзгереді. Бірінші жақта, мысалға, I was speaking English. Мен ағылшынша сөйлеп тұр едім. Мұнда am етістігінің өткен шақтағы was формасы және ing жалғауы жалғанған speak етістігі. Екінші жақта, мысалға, You were speaking English. Сен ағылшынша сөйлеп тұрған едің. Ал мұнда are етістігінің өткен шақтағы were формасы қойылады. Үшінші жақта, мысалға, She was speaking English. Ол қыз ағылшынша сөйлеп тұрған еді. Ал мұнда is етістігі was-ға өзгеріп тұр. Өйткені өткен шақтағы және осы шақтағы to be етістіктерінің бір-бірінен айырмашылықтары ол бірінші шақтағы am was-ға өзгереді және үшінші шақтағы is де was-ға өзгереді. Сонымен, бірінші шақ пен үшінші шақтағы to be етістіктері өткен шақта бірдей. Ал көпше түрде, мысалға, They were speaking English. Олар ағылшынша сөйлеп тұрған еді. Ендігі кезекте, осы past continuous шақтағы етістіктер сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығын білсек. Болымды сөйлем жасау кезінде to be етістігі өз күйінде қалады да, ing жалғауы жалғанған етістік қойылады қасына. Мысалға, Махаббат was crying last night. Махаббат кеше жылап отырған еді. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін біз to be етістігінен кейін not көмекші сөзін қоямыз. Мысалға, Махаббат was not crying last night. Махаббат кеше түнде жылап жатқан жоқ еді. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін біз to be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Мысалға, Was Махаббат crying last night? Махаббат кеше жылап отырған беді. Ал көпше түрде were етістігі сөйлемнің басына шығады және ing жалғауы жалғанған негізгі етістік қойылады. Мысалға, Were they leaving us? Олар бізді тастап кетіп бара жатқан беді. Осы past continuous шақтың past simple'ден басты ерекшелігі неде? Past simple ол көбіне бір сәттілік болып өткен оқиғаларды немесе әдетке айналған өткен шақта бірнеше рет қайталанған оқиғаларды сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, I went to Назарбаев school as a teenager. Мен жасөспірім кезімде Назарбаев мектебіне баратынмын. Бұл сөйлемде іс-әрекет өткен шақта белгілі бір жиілікпен орын алып отырған.
Ал past continuous шақ өткен шақтағы іс-әрекетті ұзақ уақытқа созылған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, I was going to Назарбаев school this morning. Мен бүгін таңертең Назарбаев мектебіне бара жатқан едім. Біз past continuous шақты көбіне өткен шақтағы іс-әрекетті оқиғаларды сипаттау үшін біреуге әңгімелеу барысында қолданамыз. Sequences of tenses. Шақтардың қиылысуы. Ағылшын тілінде past simple мен past continuousқа байланысты шақтардың үш түрлі қиылысы бар. Бірінші түрі past simple қосылған past simple. Яғни, егер өткен шақта бірнеше іс-әрекет, қысқа іс-әрекет бірінен кейін бірі орын алса. Мысалға, Yesterday, I entered the room, turned on the light, picked a key, left the room. Мен кеше бөлмеге кірдім, светті жақтым, кілтімді алдым да қайтадан бөлмеден шығып кеттім. Мұнда адамның бөлмеге кіруі тез, кілтті алуы тез, шығуы тез. Яғни, бөлмеге кіру, светті жағу, кілтті алу, бөлмеден шығу деген 4 етістік қолданылған. Ал сол 4 етістіктің барлығы қысқа әрекет болғандықтан, оларды тек past simple шағында ғана қолдана аламыз. Ал екінші түрі past continuous қосылған past continuous. Яғни өткен шақта бір мезетте бірнеше іс-әрекет созылып жатса. Мысалға, while women were drinking tea, men were watching football. Әйелдер шай ішіп отырған кезде еркектер футбол көріп жатты. Ал мұнда іс-әрекет созылып жасалған. Яғни бірнеше іс-әрекет созылып аяқталған. Ал үшінші түрі past simple қосылған past continuous. Егер өткен шақта бір мезетте қысқа іс-әрекет және созылыңқы іс-әрекет орын алса. Мысалға, while I was explaining the lesson, somebody knocked the door. Мен кеше сабақ түсіндіріп жатқан кезде біреу есікті тоқылдатты. Мұндағы адамның сабақты түсіндіріп жатқан кезі ол созылыңқы іс-әрекет болса, ал біреудің есікті тоқылдатуы ол қысқа іс-әрекет.